Бәріне сәлем, көз әлемі арнасына қош келдің. Бүгінгі видеода «Игра в кальмара 2» сериалы жөнінде 30 ең қызықты әрі ең қиын таңдау жасайтын боласың. Сенің таңдауың қаншалықты өз қалауыңмен сәйкес келеді екен, осы видеода анықтаймыз. Сенің таңдауың «Игра в кальмара 1» немесе «Игра в кальмара 2». Таңдау жаса: жасыл костюм немесе қызыл костюм. Сенің таңдауың кальмар ойынын ойнау немесе мингл ойынын ойнау. Таңдау жаса: бар ақшаңнан айырылу немесе осы каналға тіркеліп лайк басу. Жарайсың, осы каналға тіркелдің деген ойдамын. Таңдау жаса: камень, бумага, ножницы -1 ойынын ойнау немесе русская рулетка ойынын ойнау. Өз таңдауыңды комментарий бөліміне жазып қалдыр. Таңдау жаса: күзетшінің аяқ киімі немесе ойыншының аяқ киімі. Таңдау жаса: кальмар ойынын бейне ойын ойнау немесе шын өмірде ойнау. Сенің таңдауың 456 ойыншымен бірігу немесе 333 ойыншымен бірігу. Мен 456 ойыншымен бірігетін едім, ал сен ше? Таңдау жаса: красный свет, зеленый свет ойынын ойнау немесе стеклянный мост ойынын ойнау. Сенің таңдауың $100 ұтып бәрі тірі қалу немесе $1 миллион ұтып ойыншылардың бәрі өліп қалу. Сенің таңдауың маған қызық болып тұр, комментарий бөліміне жазып қалдыр. Таңдау жаса: Игра в кальмара 2 немесе Игра в кальмара 3. Сенің таңдауың 456 ойыншының ескі шаш үлгісі немесе жаңа шаш үлгісі. Менің таңдауым жаңа шаш үлгісі. Таңдау жаса: Игра в кальмара 2 сериалының корейский логотипі немесе английский логотипі. Менің таңдауым английский логотип, ал сенің ше? Сенің таңдауың рекрутинг ойынын ойнау немесе сахарные соты ойынын ойнау. Таңдау жаса: 196 ойыншымен дос болу немесе 120 ойыншымен дос болу. Сенің таңдауың күзетші болу немесе ойыншы болу. Сенің таңдауың маған өте қызық, комментарий бөліміне жазып қалдыр. Таңдау жаса: 144 ойыншы болу немесе 222 ойыншы болу. Сенің таңдауың жеке ойнау немесе командамен ойнау. Менің таңдауым командамен ойнау. Сенің таңдауың ойын басында жойылу немесе ойынның соңында жойылу.
Таңдау жаса: Танос пен сериалға бірге түсу немесе Танос пен шын өмірде дос болу. Мына екі костюмның біреуіне таңдау жаса. Менің таңдауым қызыл костюм. Сенің таңдауың ұшатын тас ойынын ойнау немесе гонги ойнау. Таңдау жаса: 001 ойыншымен жекпе-жекке шығу немесе 230 ойыншымен жекпе-жекке шығу. Мына екі масканың біреуіне таңдау жаса. Сенің таңдауың спиннинг топ ойнау немесе джеги ойнау. Мына екеуінің біреуіне таңдау жаса. Сенің таңдауың вербовщикпен өмір-өлім шахмат ойынын ойнау немесе 001 мен өмір-өлім шахмат ойынын ойнау. Менің таңдауым 001 ойыншысымен ойнау. Сенің таңдауың 222 ойыншы немесе 380 ойыншы. Мына екі торттың біреуіне таңдау жаса. Сенің таңдауың 388 ойыншы немесе 390 ойыншы. Осымен видео аяқталды. 30 таңдаудың қаншасы өз қалауыңмен тура келді? Комментарий бөліміне жазып қалдыр. Мен барлығын оқитын боламын. Және де осы видеоны өз достарыңмен бөлісіп, олардың қандай таңдау жасайтынын анықтап көр. Және де мына тұрған Игра в кальмара 2 сериал жөніндегі қызықты видеоны көруді ұсынамын. Айтпақшы, каналға тіркеліп кетуді ұмытпа.